Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ болып шығатын тәтті тоқаштың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, мен әр салған видео рецепт сізге хабарлап отыратын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтпен суымызды қосып аламыз. Сонан соң қантымыз бен тұзымызды саламыз. Сонан соң араластырып сармайымызды саламыз. Сармайды ерітіп алсаңыздар да болады. Мендегі үйдегі жұмсақ сары май. Бір массаға келтіріп аламыз. Сонан соң жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, жаңағы ашытқымызды, құрғақ ашытқымызды салып араластырып, төменге описанияға жазып қойдым мөлшерін, қарап жасай берсеңіздер болады. Сонан соң ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп, 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көпсіп, дайын болған кезде қамырымызды алып, осындай бөлшектерге бөліп қоясыздар, ұзынша етіп. Айта кетейін, бұл жасайтыннан алдын кішкене осы жасап отқан дастарханның үстін майлап қоясыздар. Қамыр жабысып қалмауы керек. Осылай орап өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пішінін өздеріңіз келтіріп жасай берсеңіздер болады. Осындай пішіндерге келтіріп болғаннан соң, оны бір 40 минут бетін жауып, және де ол көтерілу керек. Сонда біздің тәтті тоқаштарымыз көпсіп, жеп жеңіл болып, әдемі болып пісетін болады. Ал егер де тәтті тоқашымызды бірден осылай орап, бірден пешке жіберетін болсаңыздар, қамырды демалдырмай, ал ол кезде сіздің тоқаштарыңыз тығыз болып, арасы көтерілмей, әдемі болмай қалады. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Әрине ол пішіні өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Алдын ала пешімізді 200 градусқа қойып қыздырып аласыздар. Сонан соң табаны майлап, тәтті тоқаштарымызды әдемілеп салып, бетін жұмыртқаның жағып, күнжіт, мак, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сеуіп, 200 градуста 30-40 минутта пісіріп аласыздар. Осымен тоқашымыз дайын. Дайын болған тоқаштарды дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Салтанат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.